Бүгін бір өзімше пысықсынып пловты өлтіріп жасап қоятын адам құсап, үйдегілерге палау жасап берейін дедім. Сөйтіп бірінші сәбізді салаңдатып турап, пиязды біреу тегін беріп жатқандай көптеу қып турап, бауық етін төртке бөліп, қазанды отқа қойып сұйық майды аямай құйып, сөйтіп бірінші пиязды қып-қызыл етіп шыңғыртып тұрып қуырып, екінші сәбізді салып сарғайтып қуырып, артынан тауық етін салып қуырдым. Қазір небір білгіштер бірінші етті қорат деп нерті қайнатады. Негізі қайсысын бірінші қорсаң да өздерің білесің ғой. Қорып болған соң зира мира приправа тұзын салып бұрқылдатпай баяу отта қайнатамыз. Ет жұмсарғанша. Өзімше плов бастағанымда қайтейін, үйде күріш таусылып қалыпты. Ұялмай қызармай көршіден күріш сұрап алып суға жуып тазалап салып пісіріп алып үйдегілерге бердім. Назарларыңызға рахмет, арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруларыңызды сұраймын.